Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерменен осындай жұп-жұмсақ, жасалу жолы өте оңай, лезде дайын болатын пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Сондай дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 1 шымшым тұз және 150 грамм қант керек. Осы үшеуін әбден араластырамыз, көпіршітіп. Жақсылап тұрып араластыру керек. Енді үстіне 130 грамм сұйық май құйып, ары қарай жақсылап шайқайтын боламыз. Енді үстіне 200 грамм айранымызды құямыз және жақсылап араластырамыз тағы да. Құрметті көрермендерім, видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрқайсыңыздың қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді 250 грамм ұнымызға 6 грамм ванилин және 2 толмаған шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ұнымызды араластырып, сосын жаңағы сұйықтығымызға қосатын боламыз. Осылай шетінен 3-ке бөле отырып, араластырып, жақсылап. Сонда іртік болмай жақсылап араласады. Негізі неғұрлым жақсы араласса, соғұрлым біздің пирогымыз да жақсы көтерілетін болады. Осылай ұнды 3 бөліп саламыз. Міне 3-ші бөлігін салайық. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай қатты сұйықты емес, қатты қоюды емес, осындай қоймалжың болу керек. Мінекей. Енді осы жасаған сұйықтығымыздың тең жартысын пирог пісіретін табамызға құямыз. Бетін жақсылап тегістеп, өзіміздің үйде бар вареньемізді осылай бетіне жағып шығамыз. Мен малина вареньесімен жасадым. Бетіне осылай бір келкетіп, төсеп шығамыз. Енді бұл қасықпен шылай былай қатты жағыла қоймайды, өйткені астындағы қамырымыз қоймалжың болғандықтан. Осылай жайлап қасықпенен аз-аздап төсеп шығамыз. Қалыңдау етіп төсесеңіз де болады. Енді алып қалған екінші қамырымызды осылай бетіне төсейміз тағы да. Екінші жарты қамырымыз бар, жаңағы алып қалған. Соны осылай құйып шығамыз бетіне. Мындай кондитерский мешочкпен немесе кәдімгі салафан қалтаның ұшын тесіп құя берсеңіздер де болады. Қасықпен құйғаннан гөрі осылай қалтамен құйған кішкене біркелкілеу болады. Міне біркелкі етіп құйылды. Енді бұның бетіне себетін сепкішін дайындайық. 20 грамм сары майға 3 қасық шекер, 3 қасық ұн қосып, осылай араластырамыз әбден. Енді жаңағы пирогымыздың бетіне себетін боламыз.
Міне осылай бір келкетіп сеуіп шығамыз. Өте дәмді болып шығады, құрметті көрермендер. Мінекей, осылай кішкене осылай сілкілеп қойсаңыздар, қамыры бір келкі болып. Міне енді 180 градус қызып тұрған духовкамызда 40 минуттай пісіріп аламыз. Не біздің пирогымыз дайын. Хош иісті, сондай керемет пирог болып шықты. Бұл пирогқа ешқандай көпте азық-түлік кетпейді. Жасалу жолы оңай, лезде дайындалады. Көп уақытыңызды да алмайды. Мінекей, ортасын кесіп көрсетейін. Мына қараңыздаршы. Мінекей, қандай әдем болып көтеріліп шықты. Иісі бұрқырап тұр ғой шіркін. Керемет. Құрметті көрермендер, менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Шайларыңыз дәмді болсын. Үйлеріңізден ас кетпесін. Менің келесі видеоларымды жібермей қарап отырыңыздар.